Шүкір етуші Раббысын таныған пенде. Бір күні Дәуіт пайғамбар: "Ва Раббым, қайтсем өзіңе шүкірлігімді білдіре аламын. Өзің маған игіліктерді бересің, және сол нығметке шүкір етуді нәсіп етесің. Содан кейін бір нығметтен соң келесі нығметті арттырып үсті-үстіне бересің. Олай болса нығмет те және шүкірлік те өзіңнен болғаны. Ендеше саған қалай шүкірлік етуге шамам келеді?" деп сұраған екен. Сонда Хақ Тағала: "Ва Дәуіт, міне енді мені шынайы таныдың" деді. Жаратушы иеміз өз құлдарына сансыз нығметтер мен жақсылықтарды нәсіп етті. Кез келген өзімізге берілген нығмет Хақ Тағаладан екендігі ақиқат. Қасиетті Құранда: "Ва ма бикум мин ниъматин фаминаллах", сендердегі әрбір нығмет Алладан деп еске салады. Демек, адам баласы көзге көрінетін әрі көмескі көрінбейтін нығметтерге бөлену үстінде.